Баршаға сәлем, бүгінгі хедлайнер бағдарламасынан көретіндеріңіз. Димаш Сочиде тағы бір жаңа әнінің тұсауын кесті. Мүсірепов театры қар қызын сахналамақ. 21 жастағы оралдық өнерпаз битбокстан әлем чемпионы атанды. Не могут жить в разлуке лебеди. Подожди, не спеши, не говори, что чувства позади. Нет назад пути. Не могут жить в разлуке лебеди. Подожди, не спеши. Димаш Құдайберген Сочида өтіп жатқан «Новая волна» байқауында кезекті әнінің тұсауын кесті. Жаңа туынды «Fly Away» деп аталады. Димаш Құдайберген сахнаға аппақ костюм мен қалпақ киіп шықты. Көрермендер жаңа әнді жылы қабылдап, Димашты гүлдің астына қалдырды. Димаш Құдайберген жаңа әнді орындау кезінде ерекше әсерде болғанын айтып, ән авторларына алғысын жеткізіп отыр. Сонымен бірге отандасымыз аталмыш байқау барысында оркестр және хормен бірге өнер көрсетті. Бұған дейін де ресейліктерді талай таңдай қақтырып жүрген Димашымыз тағы да шапалақтың астында қалды. Міне Ресейдің, Қытайдың және бүкіл әлемнің жаңа сері жігіті. Қыздар, өздеріңді ұстаңдар, ол қайтып келеді деді «Новая волна» тізгінін ұстаған жүргізуші сері. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Димаш аталмыш байқауда тыңдармандар жүрегін қобыздың сүйемелдеуімен орындаған жаңа әнімен жаулаған болатын. Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрының репертуары жаңа қойылыммен толықпақ. Көрнекті жазушы, драматург Оралхан Бөкейдің «Қар қызы» повесінің желісінде қойылатын спектакльдің қоюшы режиссері Шағуан Үмбетқалиев. Оралхан Бөкейдің қай шығармасы болсын табиғат пен адамның арасындағы байланысты жақсы береді. Табиғаттан көп нәрсе алсақ та, еш нәрсе бере алмайтын сияқтымыз. Ағашты кессек те, өсімдікті жұлсақ та жылайды екен. Осындай біз біле бермейтін тылсым күшті сезіну мүлде басқа. Суреткер жазушы Оралхан Бөкейдің «Қар қызы» повесі қысы ұзақ өңірдегі халықтың тұрмыс тіршілігін көз алдыңызға әкеледі. Оралдық 21 жастағы Эльдар Ғабдуллин битбокстан ақшта өткен жарыста әлем чемпионы атанды. Әлем чемпионатының барлық үш кезеңі онлайн режимде өтті. Эльдар финалға ұсынған шығармасын желідегі проблемаларға байланысты бірнеше рет қайталап жазуға мәжбүр болды. Бірақ бұл оған кедергі болмады. Бірінші орын үшін оған $500 ақшалай сыйлық және келесі чемпионаттарға қатысушыларды бағалау мүмкіндігі берілген. Эльдар битбокстың қыр-сырын меңгеруді YouTube'тың көмегімен 2015 жылы небәрі 15 жасында бастаған. Бастапқыда қарсы болған ата-анасы өнерін енді ғана қолдап түсіне бастағанын айтып отыр. Эльдардың музыкалық білімі жоқ, ал YouTube'тағы битбоксшылар видеосына ойламаған жерден тап болған екен. Ол кезде бұл салада Қазақстаннан ешкім жоқ еді. Мен осы салада бірінші болуды ойладым. Осы ой маған мотивация берді, деді өнер иесі. Қазір Эльдар студент, болашақ ағылшын тілінің мұғалімі.
Енді шет елдік жаңалықтарға кезек берейік. Алда келе жатқан 1 қыркүйек білім күніне орай сіздерді әлем жұлдыздарының мектеп қабырғасындағы шақтармен таныстырсақ дейміз. Жұлдыздар да мектеп партасында отырып, үздік тентек оқушы болған. Сұлулықтың нышаны Анджелина Джоли жасөспірім шағында тартымды ару болмаған. Өзінің айтуы бойынша бала кезінде оның сұлулығын ешкім ерекше бағаламаған екен. Анджелина тыныш, қарапайым, көзге түспейтін қыздардың қатарынан болған деседі. Ал мектеп қабырғасында ол психологқа баратын балалар тобына жазылғанмыз. Мадонна бірнеше ұрпаққа үлгі болған жұлдыз. Ол музыка ханшайымы атағына әбден лайық. Бала кезінде Мадонна өте белсенді оқушы болған екен. Ұстаздары Мадоннаның біліміне де риза болған. Алайда сыныптас қыздар оны құрбы қатарына жатқызуға асықпаған. Әншінің үздік бағаларының сыры мынада екен. Мадоннаның әкесі оған әр бестік үшін 50 цент беріп жүргенміз. Сірә поп дива сол кезде ақшаны санай білген. Актер Брэд Питт мектепте өте танымал болған. Ол қыздардың сүйіктісі, ұстаздардың бетке ұстар оқушысы, спортшы, бір сөзбен айтқанда нағыз жұлдыз болған. Қазірде Брэд дәл осы қалпынан танбады. Ханшайым атағына ие болған Кейт Миддлтонда сыныптастары өзіне сенімсіз, тіпті қорқақ қыз болған деседі. Яғни мектепте еш ерекшеленбеген екен. Алайда сол кезден бері талай нәрсе өзгерді емес пе? Қазір бұл ару журнал беттерінде ең жиі көрінетін жас ханзаданың өмірлік жары атанды. Сұлу Кейттің сыныптастары қазір қандай ойда екен? Қыздардың арманы Джонни Депп мектепте нағыз тентектің өзі болыпты. Оны тіпті тәрбиесі үшін мектептен шығарып жіберген де кездер болған. Гитарада ойнауды ұнатқаны сонша тіпті клубтарда ән айтатынмыз. Джей Ло әрине мектеп кезінен ақ би билеп ән айтумен айналысатын. Оның айтуынша балалық жалғыз арманы Кедей ауданнан көшіп кету болған. Дженнифер арманына жеткен сияқты. Сұлу жігіт Мэтт мектеп кездерін ерекше сағынышпен еске алады. Ол ылғи ғылыми жобаларға қатысып, мұғалімдердің бетін жерге қаратпайтын. Достар да көп болғанына қарағанда оның балалық шағы бақытты өткен сияқты.
Дженнифер Гарнер де мектеп кезін аңсап еске алады. Ол саксофонда ойнап, жүзу бойынша мектеп құрамасында болған екен. Театрда рөлдер сомдап, көркем үйірмесіне қатысқан. Дженнифер жастайынан дарынымен ерекшеленген. Әзірге осы бағдарламаның қызықты сюжеттерін YouTube'дан көре аласыз. Сондай-ақ Instagram'дағы Айқұлақ Хит TV парақшасына жазылуды ұмытпаңыз. Аружан Дінслямова, Headliner үшін.